Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дастарханға қойғанға өте ерекше көрінетін, дәмі де өте дәмді грузин халқының чебурекиін дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Дайындалу өте оңай, сондықтан видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылылау суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Егер де ол құрам сіздерге көптік ететін болса, сәл азайтып жасасаңыздар болады. Тек қана қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Одан соң үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, үстіне ұнымызды салып, 1 келкі қамыр илейміз. Қамырға тек қана су, тұз, ұнды қосып, қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Ешқандай артық затты қосуды қажет етпейді. Осылай артық су құймаймыз. Егер де бір-біріне бірікпей жатса, осы тақтайшамыздың үстіне қойып, бір-біріне біріктірсек, бізде қолға жабыспайтын 1 келкі қамыр дайын болады. Енді дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тындырып, бетін жауып қойып қоямыз. Қамыры тынғанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 1 пиязымызды көбіктеп турап аламыз. Оның арасында жарты сағат көлемінде көтерілген қамырымызды тағы да 1 рет басып алып, тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Тағы да 1 тынып алуы қажет. Одан соң жаңағы турап алған пиязымыздың үстіне тұз, бұрышымызды салып, фаршымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін 30 минуттан соң еуі қанған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай дөңгелекше етіп орналастырып, тағы да бетін жауып қойып қоямыз да 1 қамырмен жұмыс жасаймыз. Бізде 4 бөлікке бөлген қамырдың 1 бөлігімен жұмыс жасаймыз. Осылай кішіректеу етіп кесіп алдым мен. Үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Мен бірақ жегенге де дастарханға қойғанға да ыңғайлы болсын деп кішіректеу етіп кесіп алдым. Бізде 800 граммды ұнмен жасадық. Сол себепті бізде көп дана осындай чебурекілер дайын болды. Енді жұқалау етіп жайып аламыз. Чебурекімізді ортасына жұқалау етіп фаршымызды орналастырамыз. Өте қалың қылып жақпаймыз, жұқа қылып жағамыз. Сонда бізде шикі болмай жақсы болып пісіп шығатын болады. Шетін мықтап жабамыз, себебі ортасындағы ауасы үрлеген кезде шығып кетпеуі қажет. Және шетін осылай узорлармен әсемдеп шығамыз, немесе шаңышқымен басып шықсаңыздар да болады. Және доскамызға ұнымызды сеуіп қойып қоямыз, себебі қазір майға аунатқан кезде доскадан оңай әрі тез түсетін болады. Ортасын енді жел жіберу үшін арнайы осындай трубочкаға қойып жел жібереміз үрлеп, немесе қонаққа тапсырысқа жасайтын болсаңыз, онда арнайы насосты алып, ішіне ауа жіберетін боламыз. Егер де үйге болса, онда трубочкамен жасасаңыздар болады. Енді жоқ болған жағдайда трубочкамен жасасаңыздар болады. Және майға орналастырған кезде ешқандай екі жағын айналдырып пісірмейміз, тек қана ожаудың көмегімен үстіне май құя отырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің чебуреки дайын болды. Ішінен осындай ауасын жіберіп кессеңіздер, өте дәмді әрі сочный, жып-жұмсақ, еті барлығы піскен. Еш қорықпаңыздар еті піспейді деп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.